Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Ең оңай чак-чакты дайындап көрсеткім келіп отыр. Көп уақыттарыңызды алмайды, жарты сағатта дайын болады. Алдымен ыдысымызға ұнды елеп салып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқаға кішкене тұз, шекер қосып, осылай араластырамыз. Езіліп араластырып болғаннан кейін оның үстіне құйып, осылай ұнның басын біріктіреміз. Ұнның басын біріктіріп, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болмау керек, орташа болу керек, және дайын болғаннан кейін бір 10 минутқа тындырып қоямыз. Негізі чак-чакты әркім әртүрлі қылып дайындайды. Мьотпен де дайындауға болады, бірақ асыққанда өзім үнемі осы рецептпен дайындаймын. Оңай әрі тез дайын болады. Тынып болғаннан кейін нанымызды, қамырымызды алып, кәдімгі еттің нанын жайғандай қылып жаямыз, кішкене ұн сеуіп отырып, бірақ өте жұқа болмау керек. Жайып болғаннан кейін барлығын бір келгетіп кесіп аламыз. Кесіп дайындап, одан кейін жаңағы қызып тұрған тавадағы майымызға араластырып отырып, екі жағын араластырып отырып қуырамыз. Қуырып алып, бір тайпақ-табақта бір 5 минуттай бір суытып қойсақ, одан кейін әртүрлі ыдысқа салып қойсаңыздар болады. Мен осындай тәрелкеге салып, шетінен салып, жаңағы үстіне грек жаңғағын қостым. Грек жаңғағын қосып, және сгущенкамен үстіне осылай қасықпен құйып отырып, отырсаңыз, құйып болғаннан кейін бір 5-10 минутқа қоя тұрсаңыз, ана сгущенка сіңіп, одан сайын өте дәмі керемет болады. Бүгін осы чак-чакты 5-ші айына дайындадым. Ас болсын.